Сәлем достар, бүгін түскі асқа әдемілеп бешбармақ дайындайын дедім. Жақсылап етімді жуып, осылай суға салып қайнаттым. Бешбармақ пісіру білмейтін қазақ жоқ шығар. Тұрсынбек айтқандай, біздің ұлттық тағам пісіруге өте оңай. Суға салып қайнатып, уақытында қарап, көбігін алып, тұзын салып тұрсаң, өзі пісіп шығады дегендей. Сол аралықта мен осылай әдемі қамыр илеген болатынмын. Илеген қамырымнан 3 дана күлше жазып шығардым. Шағын қылып. Және де қамырды илеп, пакетке тындырып қойғаннан кейін, картоп жуамды тазалап, етім қайнағаннан кейін, пісуге бір жарты сағат қалған кезде мен картоптарымды салдым. Жақсылап тұзын бұрышын салып, етті пісіріп, түсіріп алып, одан кейін барып қамырды салып пісірген болатынмын. Менде тұздыққа әдеттегідей жуа, үйдегілер қайнатқанды жақсы көреді, бұрышын көптеу қылып салып, осындай әдемі бешбармақ шықты. Бізге ас болсын, жасалу оңай, әр үйде ет көп болсын, қазағымыздың еті, наны таусылмасын. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.